Тарих пәнінен квалтест аттестацияда келген сұрақтарды ұсынамыз. Басқа да нұсқаларды каналдан таба аласыздар. Видео пайдалы болса, каналға жазылып, лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Бірінші сұрақ. Ағылшын антропологтері Дат, Льюис алғашқы адамдардың 3 миллион жыл бұрынғы тасқа айналған сүйектерін тапты. Шығыс Африкадан. 2. Ұзындығы 20 шақырымдай болатын Шыршық өзенінің оң жағалауынан табылған қаңлылар арығы. Зах. 3. Біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырда сақтарды ығыстыра отырып, Жетісу жеріне қоныстана бастаған тайпа. Үйсін. 4. Мөде ғұн мемлекетінің билігін өз қолына алды. Біздің заманымыздан бұрын 209 жылы. 5. Түрік-моңғол тайпалары тарихқа мал өсіруші тайпалар бірлестігі болған деп осы атаумен белгілі болды. Жауап қыпшақтар. 6. 552 жылы түркілер талқандаған ел. Жужандар. 7. 1210 жылы Шығыс Қарахан мемлекетін талқандады. Наймандар. 8. 7 ғасырдағы Қытай жол көрсеткіш кітапшасында Ағозендегі қала сипатталды. Жауап Сайрам. 9. 13 ғасырдың ортасы. 15 ғасырдың басында Шығыс дешті Қыпшақ аумағында өмір сүрген мемлекет Ағорда. 10. 1218 жылы моңғол көпестерін тыңшылар деп айыптап, оларды өлтіруге бұйрық берген отырар билеушісі Қайыр хан. 11. Ертістен батыста Еділге дейін Әмудария мен Сырдарияның төменгі ағыстарындағы жерлерді алып жатқан ұлыс Жошы. 12. 15 ғасырдың 70 жылдарында Мұхаммед Шайбани жорықтарды бастады Сырдарияға. 13. 1509-1510 жылдары Керей мен Жәнібектің мұрагерлеріне қарсы жорық жасаған Әбілқайыр немересі Мұхаммед Шайбани. 14. Тәуекел ханның 16 ғасырдың соңындағы сыртқы саясатының басты бағыттарының бірі. Сібір ханы көшіммен күрес. 15. Қазақ билеушілері алғаш рет қалмақтармен соғысты 16 ғасырдың бірінші жартысында. 16. Игельстром реформасының мақсаттарының бірі. Жауап Орынборда шекаралық сот құру. 17. 1867-1868 жылдары реформалар бойынша ауыртпалықтар мен салықтардан босатылды. Сұлтандар. 18. 1918 жылы Семейде тұңғыш рет Абай журналын шығаруды қолға алған редактор Кемеңгеров. 19. Индустрияландыру жылдары қайта құрылған өнеркәсіп орны Қарсақпай комбинаты. 20. Қаныш Сәтпаев білім алған мұғалімдер семинариясы орналасқан қала Семей. 21. 1930 жылы 27 тамызда шыққан ОАКХК-ның жалпыға бірдей бастауыш оқытуды қаулы шықты. 8 жастан бастау туралы. 22. Алматы медицина институтында оқып жүрген кезінде майданға аттанды. Мәншүк Мәметова. 23. 1942 жылы Жезқазған кеніштері жөніндегі көп жылдық еңбегіне мемлекеттік сыйлық берілген тұлға Қаныш Сәтпаев. 24. 1958 жылы Қазақстан одақтас республикалар арасында өнеркәсіп өнімдерін шығарудан 3-ші орынға шықты. Ресей мен Украинадан кейін. 25. Хрущев басшылығы кезінде алқап қаншайымы болған дақыл, жүгері. 26. Қазақстандық археологтардың айтуынша алғашқы адамдардың тұрақтары мен еңбек құралдары табылды. Қаратау мен Үстірттен. 27. Моңғолдарда қабырға бұзатын және от лақтырғыш қарулар пайда болды. Солтүстік Қытайды бағындырғаннан кейін. 28. 1756 жылы Қытай үкіметімен дипломатиялық қатынас орната бастаған саяси қайраткер Абылай хан. 29. 1855 жылы Шоқан Батыс Сібір генерал-губернаторы Гасфордтың экспедициясына қатысады. Жауап орталық Қазақстан Тарбағатай Жетісу. 30. 1994 жылы 2009 жылғы археологиялық жәдігерлер 4,4 миллион жыл бұрын өмір сүргенін айтады. Африкадағы. 31. Табиғаттың дайын өнімдерін тұтынатын шаруашылық. Жауап иемденуші шаруашылық. 32. Америкалық коммунизмді тежеу доктринасының маңызды бір бөлігі батыс елдеріне экономикалық және әскери көмек беру. Трумен доктринасы. 33. Магадха мемлекетінде бүлік шығарған сарай қызметкері Шандрагупта. 34.
1948 жылы 10 желтоқсанда Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы қабылдаған маңызды құжат. Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы. 35. Қытайда әлемде ең алғаш ойлап табылды компас. 36. 1949 жылы өзінің бірінші атом бомбасына сынақ жасап, бүкіл әлемге атом қаруы бар екенін дәлелдеді. КСРО. 37. Драконт атты Орхон заңы шыққан ел. Афина. 38. 1999 жылы Югославиядағы НАТО-ның әскери операциясында өткізілген гуманитарлық интервенциясын заңсыз деп танылған ұйым, Біріккен ұлттар ұйымы. 39. 6-9 ғасырлардың аралығында Рим империясының аумағында орналасқан тайпалардың әдет-ғұрып заңдар жазылды. Герман Кельт. 40. Натуралды шаруашылық кезінде шаруалар азық-түлікті малды өздері өндірмейтін осы тауарларға айырбастап алды. Тұз бен темір. 41. Вильгельм 1086 жылы жер, халық және мүлік санағын жүргізіп, санақтың барысын осы кітапқа енгізді. Қаһарлы сот кітабы. 42. 1819 жылы ақш Флориданы мардымсыз өтемақы жолымен өзіне беруге мәжбүр етті. Испанияны. 43. Шыңғыс ханның ясса деп аталатын заңдар жинағы неше бөлімнен тұрады? 5 бөлімнен. 44. Цин империясы әлсірей бастаған уақыт шеңбері. 19 ғасырдың соңы, 20 ғасырдың басы. 45. 1265 жылы Англияда орын алған тарихи оқиға. Алғашқы қос палаталы парламент пайда болды. 46. 1915 жылы 22 сәуірде болған шайқас. Ипр. 47. Просперити гүлдену кезеңі басталды. 1922 жылы ақш-та өнеркәсіптің өркендеуімен. 48. Данышпан ғалым бактериологиялық зерттеулерін жалғастыра отырып, Парижде алғаш рет бірқатар аурулардан, Сібір жарасынан, тауық індетінен және құтырудан сақтанатын екпелер жасап шығарылды. Жауап: Луи Пастер. 49. 1948 жылы 10 желтоқсанда Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы қабылдаған маңызды құжат. Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы. 50. КСРО мен Финляндия Германияның араласуымен бітім шартқа қол қойды. 1940 жыл 13 наурыз. 51. Орталық Қазақстан, Алтай мен Оңтүстік Сібір, Батыс Сібір жазығын мекендеген сақ бірлестіктері. Аримаспа, Ессадондар, Аргипи. 52. Қазақ зергерлерінің жасаған бұйымдары. Сақина, қаптырма, шолпы, білезік. 53. Қазақстанда кеңес үкіметі орнауының ерекшеліктері. Алдымен темір жол бойындағы қалаларда орнады. Бейбіт және қарулы күреспен орнады. 54. 1993 жылы Қазақстан тарихында орын алған маңызды оқиғалар. Ұлттық теңге енгізілді, жекешелендірудің екінші кезеңі басталды. 55. Ежелгі Мысырдың үстем тап өкілдері, сарай қызметкерлері, қазылар, аймақ билеушілері, әкімдер. 56. Парсы патшасы Кирдің жаулап алуға бағыттаған елдері. Мидия, Финикия, Вавилон, Палестина сақтарға. 57. Орта ғасырдағы француз қоғамының үшінші сословиесін құрғандар, шаруалар, қолөнершілер, буржуазия жұмысшылар, қала кедейлері. 58. Юань Чикай үкіметі жүргізген саясатының ерекшеліктері. Жаңа конституция қабылдап, шексіз билігін орнатты. 59. Сун Яценнің тұжырымдаған үш халықтық принциптері: ұлтшылдық, халық өкіметі, халық игілігі. 60. 1937-38 жылдары Кеңес одағына жаппай саяси қуғын-сүргін саясаты кезінде қамалғандардың саны 9-10 миллион. 63. Ұлы отан соғысы жылдарында Қазақстанның стратегиялық маңызының артуының себебі. Жауап: Майданның жақындығы. 64. 1943 жылы тарының әр гектарынан 20 центнерден өнім жинаған әйгілі тың еңбеккері. Берсиев. 65. Ұлы отан соғысы жылдарында қысқа мерзімде тартылған темір жол желісі. Талдықорған Текелі. 66. Германияның Польшаға шабуыл жасауымен екінші дүниежүзілік соғыс басталды. 1939 жылы 1 қыркүйекте. 68. 1942 жылы 1 қаңтарда 26 мемлекеттік өкілдері декларацияға қол қойды, Вашингтонда. 69. 1940 жылы Рузвельт үкіметінің Ұлыбританияға көрсеткен көмегі.
қару және ерікті әскер. 1945 жылдың шілдесінде КСРО, ақш және Ұлыбритания үкімет басшыларының конференциясы өтті. Потсдамда. 9 нұсқа. Қазақстан тарихы, дүниежүзілік тарихы, құқық негіздері пәндері бойынша. 1. Бұдан 1 миллион жыл бұрын Қаратаудағы Шоқан Уәлиханов тұрағымен қатар табылған тұрақтар. Тәңірқазан, Бөріқазан. 2. Үйсін обаларына жатпайды, Берел. 3. Ғұн мемлекетінде Медеу тайпалық бірлестігінің билігі өз қолына алды. Біздің заманымыздан бұрын 209 жылы. Қытай әскерлері Тараз қаласын басып алды 640 жылы. 5. 10 ғасырда құрылған Қарахан мемлекетінде жаңа әулеттің негізін қалаған хан Мұса. 15 ғасыр 70-80 жылдары Ақ Орда мен Моғолстан мемлекеттерінің әлсіреуіне әсер еткен шапқыншылық жорықтарды ұйымдастырушы Әмір Темір. 7. 1510 жылы Мұхаммед Шайбани Қасым Сұлтаннан жеңілді Сығанақ түбінде. 8. Шамамен 1474-1511 жылдары билік құрған Керей ханның ұлы Бұрындық хан. 9. 1710 жылы Қарақұм құрылтайында қабылданған шешім бүкіл қазақтық жауынгерлік жасақ құру. 10. 1792 жылы Сырым датұлы құрамынан 1000 сарбазбен шабуыл жасаған қорғаныс Елек. 11. Алтыншардың немесе Қытайдың Нанлу провинциясының шығыстағы 6 қаласының жағдайы туралы атты еңбектің авторы Шоқан Уәлиханов. 12. Индустрияландыру жылдары жаңа аудандарда өнеркәсіптік игерудің тәсілдерінің бірі жалақыға үстеме қосу. 13. 1996 жылы 2 мамырда РСФСР-ның батыр атағы берілді Бесекбаевқа. 14. Америкалық үндіс тайпаларының көсемі Сахемнің міндеті бейбіт істермен айналысу. 15. Үнді өзенінің төменгі ағысы ежелден аталған екен Пенджаб. 16. 10 жасар америкалық оқушы Саманта Смиттің хаты жолданған КСРО басшысы Андоропов. 17. Англиядағы жеке басы ерікті шаруалар Виландар. 18. Қазақ даласынан бала күнінен де тұтқынға түскен Мәмлүк бейбарыс сұлтан болып Мысырды биледі 17 жыл бойы. 19. Танзимат реформасының екінші кезеңі 1856-1876 жылдар. 20. 16 ғасырдың ортасында Франция мемлекетінің қазіргі кездегі шекаралық аумағына сәйкес өз жерлерін біріктіру толық аяқталды 3 Генрих тұсында. 21. 19 ғасырдың ортасында ақш-тағы саяси күрестегі аса шиеленісті мәселе құлдық. 22. Бірінші дүниежүзілік соғыста 2 миллионнан астам адам қатысқан ірі шайқастардың бірі Марна. 23. Теңіздегі ауыр артиллериямен қаруланған, брондалған аса қуатты алғаш әскери теңіз кемесі 1905-6 жылдары жасалды Англияда. 24. 1848 жылы Берлин мен Мюнхен көтерілісшілерінің талаптарына жатпайды республиканы тарату. 25. 19 ғасырдың ортасында ақш аумағы шамамен артты 10 есеге. 26. Қазақстан Республикасының Конституциясындағы Қазақстан Республикасының президентіне қойылатын талаптар көрсетілген бап 41 бап. 27. Конституциялық құқық әдістері міндеттеу, тыйым салу, тану, рұқсат беру. 28. Мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды реттеп отыратын құқықтық нормалар жиынтығы азаматтық құқық. 29. Еңбек құқық қатынастарының объектісі жұмыскерлердің қабілеті. 30. Қылмыстық құқық бұзушылық бойынша негізгі жазамен қатар қосымша жазалар да қолданылады. Қосымша жазаға жатпайтын әрекетті көрсетіңіз. Айыппұл. 31. Сайлау кезінде пайда болатын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық конституциялық ережелер жиынтығы сайлау құқығы. 32. Заң бойынша мүліктік құқықтық тағдырын анықтау мүмкіндігі билік ету құқығы. 33. Аса ауыр қылмыстарға белгіленген жаза 12 жылдан астам бас бостандығынан айыру. 34. Жауаптылық заң бұзушыға қолданылатын жазалау шаралары. 35. Ауыр жұмыста туыстардың, достардың, көршілердің көмегімен орындау. Асар. 36. Кәмелетке толмаған жұмысқа тартуға болады. Денсаулыққа зиян келмейтін. 37. Азаматтардың еңбек, әлеуметтік серіктестік және еңбекті қорғау мен қауіпсіздік қатынастарды реттейтін құжат. ның қылмыстық кодексі. 38. Кәмелеттік жасқа толмаған тұлғаның құқықтық жағдайы. Бала.
39. Баланың өзіндік құқықтары, ата-ананы сыйлау, қадірлеу. 40. Бұқаралық ақпарат құралдарына жатпайды. Кітап. 41. Қазақстан Республикасының 2015 жылы 18 қарашада қабылданған заңы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы. 42. Қазақстан Республикасының Конституциясында өз бостандығына кепілдік берілген келесі тұжырымдардың қайсысы осы кепілдікке сәйкес келмейді? Жеке және отбасы құпия кепілдігі. 43. Әкімшілік құқықтық бұзған үшін өкілетті органдар сот мемлекеттік органдар қолданылатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Әкімшілік жаза. 44. Қызмет барысында белгілі бір адамға іш тартып қамқорлық көрсету. Фаворитизм. 45. Мына жағдайларда некеге тұруға болады. Екі жақ еркін түрде өз қалауын білдіреді. 46. Ерлі-зайыптылардың шаруа немесе фермер қожалығы мүшелерінің ортақ меншігі болып табылатын мүлікті иелену, пайдалану, оған билік ету. Азаматтық кодекс. 47. Көмекке мұқтаж жандарға ақысыз ерікті түрде қызмет көрсету, волонтерлік қызмет. 48. Ұжымдық еңбек дауларының жалғасуына байланысты шешілуші реті. Жұмыс беруші бітістіру комиссиясы, еңбек, арбитраж, сот шешеді. 49. Кәмелетке толмаған адам сотқа дейінгі тергеуге ата-аналар мен заңды өкілдері болмаған жағдайда шақырылады. Қорғаншылық орган өкілімен. 50. Адамгершілік, әдептілік жағынан ізгіліктің аспектілерін қамтиды. Қинауға, зорлық жасауға тыйым салу. 51. Орталық Азияның далалық аймақтарында мал өсіруші тайпалар үстемдік құрса, өзендердің бойында егіншілік мәдениеті гүлденеді. Сырдария талас. 52. 18 ғасырдағы қазақ халқының тарихи әңгімелерінің негізгі тақырыбы. Жоңғар шапқыншылығына күрес, еділ қалмақтармен болған күрес. 1997 жылы реформа бойынша әкімшілік аумақтық құрылымы қайта қаралып біріктірілген облыстар. Жезқазған мен Қарағанды, Көкшетау мен Солтүстік Қазақстан, Семей мен Шығыс Қазақстан. 54. Араб көктемінен кейін реформалар жүргізе бастаған араб елі. Иордания, Катар, Алжир, Кувейт, Оман. 55. 1919 жылы қаңтарда Германия мемлекетінің құрылтай жиналысында қабылданған конституцияға ие болған аттар. Веймарлық. 56. Құқықтық қатынастар құрылымы объектілері. Материалдық игіліктер, рухани игіліктер, құнды қағаздар, іс-әрекеттер. 57. Сенат конституциялық заңды белгіленген тәртіппен өкілділік ететін депутаттардан құрылады. 15 депутат республика президенті тағайындайды. Республикалық маңызы бар қаладан 2 адамнан, әр облыстан 2 адамнан. 58. Алимент төлеушінің кәмелеттік жасқа толмаған 3 және одан да көп бала үшін ай сайынғы табысынан бөлінеді, 2-ден 1 бөлігі. 59. Ауыстыруға немесе қайтарып алуға болмайтын тауарлар, метрлеп сатылатын тауарлар, іш киімдер, дәрілік заттар, жануарлар мен өсімдіктер, медициналық бұйымдар. 60. Халықаралық құқықтағы салалық институттар. Халықаралық құқықты мойындау, халықаралық құқықтық жауаптылық, институт құқықтарын қорғау, теңіз аумағы, континенттік қайран. 62. 11-13 ғасырда Дунайдан Алтайға дейінгі кең байтақ аумақта қоныстанған ел, қыпшақтар. 63. Қыпшақтардан 16 қаласы жайлы мәліметтер келтіреді. Ибн Хордадбек. 64. Хорезм шахы билеушілері қыпшақтармен жақындасу саясатындағы мақсаттарының бірі. Қыпшақ әскерін өз мүддесіне пайдалану. 65. Қыпшақ этносы мен мемлекетінің қалыптасуының 3-ші кезеңі. 11-13 ғасырлар. 67. Жәбірленуші жақ, талапкер, даугер. 68. Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заң қабылданды. 2010 жылы 2 сәуірде. 69. Атқарушылық құжаттарды мәжбүрлеп орындатуға бағытталған шараларды қабылдауға жасыратын тұлға, судья. 70. Борышкерлер туралы ақпараттар уәкілетті органның ресми интернет ресурстарында орналастырылады. Әділет министрлігінің. Назарларыңызға рахмет, баршаңызға сәттілік тілеймін. Келесі нұсқаларды каналдан таба алатын боласыздар. Видео пайдалы болса, каналға жазылып, лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Қажет десеңіз, өз әріптестеріңізбен бөлісіңіз. Рахмет.